Сәлем достар, осындай күтіріліп тұратын әдемі вафли пісіргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, дәміне қарай жақсарту үшін ваниль ұнтағы және қанша жұмыртқа салсаңыз, сонша ас қасық шекер. Жұмыртқа мен шекерді былғап соғып аламыз, содан кейін 3 ас қасық сары май. Осы барлығын жақсылап араластырып және ұн саламыз қоймалжың болғанша. Оны да жобамен 3 ас қасық көлемінде салсаңыз жеткілікті болады. Үсті барлығын жақсылап араластырып аламыз, бір келкетіп. Содан кейін қызып тұрған вафельницамызға құямыз. Көріп отырғандарыңыздай вафельницаны максималды күйге келтірдік. Үстіп қызарғаннан кейін жайлап вилканың немесе пышақтың көмегімен алып, себебі өте ыстық. Осылай өзінің формасына орап, келесі піскенше орап қоямыз. Яғни келесі піскенше бұл да суыт қатып өз формасына. Осылай қойып қоямыз. Келесі піскенше ол дайын болып тұрады. Көріп отырғандарыңыздай осындай қоймалжың ас қасықпен құйсаңыздар ыңғайлы болады. Бір вафли шығу үшін 1-2 қасық құясыздар. Жеткілікті. Осылай құйғаннан кейін бір уақытын қарадым, 20 секундтай ұстайсыздар. Ас болсын, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. 25 штук шығады.